Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай дәмді дайындалатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецепт сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Ал ендеше пирожкидің қамырын дайындауға кірісеміз. Жылы суға 1 шай қасық тұзды салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызға 1 ас қасық сұйық май, құрғақ ашытқы және 1 ас қасық майонезді салып жылы сумен илейміз. Пирожкидің қамыры тым қатты немесе тым жұмсақ болмауы керек. Қолға жабыспайтындай 1 келкі қамыр илегеніміз дұрыс. Міне дайын болған қамырға кішкене ғана сұйық май құйып, илеп, бетін пакетпен жауып, көтерілуге қалдырамыз. Келесі кезекте үлкен 2 пиязды алып, 4 бұрыштылап тураймыз. Қызып тұрған тападағы майға пиязды салып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып қуырамыз. Шамамен 40-45 минуттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Қамырымызды бір қайтарып, илеп, тағы да бастырып қоямыз. Достар, әрі қарай пирожкидің салмасын дайындауға кірісеміз. Мен картошканы осылай алдын ала асып алдым. Асып, дайын болған картошканы суылғаннан кейін осылай шанышқамен езіп аламыз. Картошка езетінмен езсеңіздер де болады, немесе оқтауды қолданып, оқтаумен езсеңіздер де болады. Езілген картошканың үстіне қуырылған пиязымызды салып, салманы жақсылап араластырамыз. Пирожки салмасына өз қалауларыңызға қарай қара бұрыш, тұз себулеріңізге болады. Енді пирожкидің пішінін жасауға кірісеміз. Осылай қамырымыздан аз ғана алып, қамырымызды колбаса тәрізді етіп, осылай дөңгелетеміз және бірнеше бөліктерге бөліп, шар тәрізді етіп жасап аламыз. Міне видеода көргендей етіп осылай жасап аламыз. Қамырымыздың барлығын дайындап аламыз. Достар, менде 1 килограмм ұннан 50 пирожки шықты. Пирожкидің қамырын дайындап алғаннан кейін оқтаумен бір-бір басып жайып аламыз. Дайын болған қамырға салмамызды салып, өз қалауымызша бүреміз. Мен енді бүреміз деп айтам, пирожкидің пішінін жасаймыз. Келесі кезекте қызып тұрған тападағы майға пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Пирожкилердің пісуі өте жылдам, өте тез болады.
Дайын болған пирожкилердің майын тез сіңіріп алу үшін қағаз салфеткаға саламыз. Достар, мінекей біздің пирожкилеріміз дайын. Пирожкилер дәмді, әрі жұмсақ болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Назерке.